бағдарламасын біз уже настройка жасауды бастаймыз. Бірдікте біз бизнесті ашып алдық, оған жалғады, карточкамызды енгіздік, одан кейін таргетингті жіберетін видеомызды, текстті барлық дайындап алдық деп айтамыз, енді реклама жіберуді бастаймыз. Реклама жіберу үшін сіздер оң жақта жоғары басасыздар, кейін астына реклама деген бөлім осы жерге басасыздар. Мысалға мен адамдарды тауық өзімнің тегін сабағыма шақыратын боламын, сол себепті солай настройка жасаймын. Немесе стилистика саласы бойынша реклама жіберуімізге болады. Мен сіздерге өзімнің рекламамды көрсетемін. Сіздер яғни реклама деген масқанақта ең сіздер осылай шығады. Біз трафик бойынша жібереміз. Трафик бойынша лентаға дәл қазір мен сіздерге қалай жіберуді айтамын. Осы видеоның астына қарайтын болсаңдар, сіздер сториске қалай реклама жіберуді боласыздар. Трафик таңдаймыз. Таңдадық. Одан кейін астыға түсіп, жерде заведите компанию деп тұр. Пока бұл қажет емес. Одан кейін продолжить дегенді басамыз. Мен настройка жасау бір 15-20 қана жұмысты алады. Название компании, мысалы, трафик. Яғни өздеріңіздің тест таргетинг. Тест таргетинг дегенді істейміз. Одан кейін категория не указаны, бұл қажет емес. Мына жерде бізде не деп тұр? Доллармен тұр. Доллармен тұр екен. Негізі рубльмен қойғандары жақсы. Рубльге қалай айналдыру керек? Мен осы видеоның алдында айтқан болатынмын. Мынаны бізге бұл қажет етеміз. Бұны біз өшіріп тастаймыз. Мен қазір рубльмен жүретін. Яғни бұл жерде рубльмен жүрген аккаунтымызды ашамыз. Одан кейін қайтадан бастайтын боламыз. Мына жерден создать дегенді басамыз қайтадан. Біз бұл жердің бетін өшіріп тастаймыз. Бұл жеріміз қажет емес. Выключить өшіріп тастаймыз. Далее деген басамыз. Далее деген басқаннан кейін мына жерге тоже жазсақ болады. Тест таргет название. Астыға түсіп, одан кейін мына жерге ең маңызды нәрсе бюджет. Яғни дневной бюджет деген, яғни бүкіл целый лист бюджет на весь срок действия десеңіздер, яғни сіздер неше күнге тариф бересіздер, сол бюджет. Дневной бюджет тұра берсін, яғни күн сайын кететін бюджет. Примерно мен 500 рубль қоямын. 500 рубльдің күн сайын сіздерден 500 рубль алып тұратын болады, егер 500 рубль қосаңыздар тұрады. Ал 100 рубль болатын болса, онда күніне 100 рубль алып болады. Мен 500 рубль қоямын, тұра берсін. Қарасаңыздар, мысалы қараңыздар да, қазір 500 рубльде менде клик по ссылке 25-500 рубль теңіз, ал егер 100 рубль қоятын болсам, 25-28 клик болады. Яғни азантай адамдардан көзім. Ал егер де мысалы 1000 рубль қоятын болсам, уже мына жерде 700 мың алды, яғни 2 есеге бөлінген секілді. Мен 500-ге 5000 болса, енді өте көп 500-ге қоя беремін. Одан кейін мына жерде дата запуска, қашан басталады, бұл жерде сіздер өзгертпейсіздер, тұра берсін. Ақтөбе
жерде барлығы отыра берсін. Мына жерге установить даты окончания. Кейбір адамдарда мынандай да птичка болмауы мүмкін, яғни шықпайды болуы мүмкін. Сіздер установить даты окончания деп птичка басасыздар. Мына жерден рекламасы қанша күн жүргенін қалайсыздар. Мысалы 4 сентябрьда, ол мен 8 сентябрьде жүрген қалаймын. Яғни біз 4 күнге. Сіздерде міндетті түрде дата окончания қойыңыздар. Себебі дата окончания қоймайтын болсаңыздар, ақшаларыңызды тастайды, алып кетуге мүмкін. Сол себепті өздеріңіз қалаған уақытта қойыңыздар. Астына қарай түсеміз. Мына жерде енді бізге керек нәрсе. Мысалы, местоположение изменить басып, Қазақстан деген алып тастаймыз. Мысалы, сізге қай қала керек? Мысалы, айталық, маған Алматы керек, Алматы таңдаймын. Ал егерде, мысалы, сіз тек қана бір қалада ғана қызмет көрсететін болсаңыздар, онда бір қала тастаңыздар болады. Ал егерде сіздер бір қала емес, бүкіл Қазақстан бойынша қызмет ететін болсаңыздар, онда Алматы, Ақтөбе, Атырау, Ақтау, яғни Қазақстанда қанша қала бар, сіздер сол қаланы басып, жерде 80 километрге өтесіздер. Сол кезде сіздің рекламаңызды бүкіл Қазақстан бойынша көрсететін болады. Бүкіл қаланы жазыңыздар, себебі сол кезде Қазақстан бойынша болады. Ал егерде сіздер мысалы да бүкіл Қазақстан көрсететін, айталық, қай жаққа көрсеткіңіз келмейді. Қостанайға көрсеткіңіз келмейді. Мына жерде сіздер исключить деген басасыздар. Уже Қостанайға сіздердің рекламаларыңызды көрсетпейді. Яғни исключить деген нәрсе, қай қалаға сіздің рекламаңызды көрсету керек деген мағынада. Бұны алып тастайық. Сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Примерно айталық, бүкіл Қазақстан бойынша қаланы таңдадыңыз. Возраст, яғни қанша жастан, сізге қанша жастан керек? Мысалы, айталық, 20-дан мен 50-ге дейін маған адамдар керек. Қандай адамдар? Мысалы, әйел адамдар ма, ер адамдар ма деген секілді. Қандай адам? Мысалы, маған екеудегі, егер сізге тек әйел адамдар болса, онда тек әйел адамдар таңдайсыз. Ер адам болса, ер адам таңдайсыз. А барлығы бір болса, онда барлығын таңдайсыз. Одан кейін ең маңызды нәрсе, осы детальный изменетке басамыз. Яғни бұл жерге сізге қандай адамдар керек? Мысалы, маған керек бизнес. Мысалы, маған керек, мысалы, маркетингке қызығатын адам. Маркетинг. Осындай бір екеуін жасаған рекомендация басатын болсаңыздар, уже сізге керек адамдар похожи олардың арасында шығатын болады. Осы жердесіз. Малый бизнес, жегет маркетинг. Немесе ана жерде жоқ болатын болса, мысалы, фотография, фотошоп деген секілді. Осылайша өздеріңіз, яғни сіздің бизнесіңіз кімге керек, сол аудиторияның барлығын сіздер осы жерге жазатын боласыз. Мысалы, маған керек студенттер, мен сабағымды алуым мүмкін. Одан кейін яғни барлық аудитория деген болмайды, тек қана сізге керек аудитория қажет. Егер сіздікі женский товар болатын болса, онда одежда болатын болса, онда одежда. Одан кейін маникюр, педикюр деп таңдайсыз. Ал егер сізде массаж болатын болса, онда массаж, тағы бір аудиторияларды таңдайсыз. Примерно аудитория осылай таңдайсыздар. Қарап отырсаңыздар, уже мына жақта қанша ақпарат, қанша керек басыларын көрсетіп тұр. Астыға түсеміз. Одан язык таңдасаңыздар болады. Казахский, русский таңдадық. Астыға түсеміз. Ең маңызды нәрсе осы жерде, яғни выбор место размещения вручную деп қояйық. Осы жерге басамыз. Осы жерге басқаннан кейін выбор место размещения. Біз қайда реклама жібереміз? Мысалы, мен Инстаграм лентаға жіберемін. Facebook птичканы алып тастаймыз. Аудиенция нетворк деген алып тастаймыз.
түсі емес. Ең маңызды нәрсе осы жерде, яғни выбор места размещения вручную деп осы жерде басамыз. Осы жерге басқаннан кейін выбор места размещения біз қайда реклама жібереміз? Мысалы мен Инстаграм лентаға жіберемін, Facebook птичканы алып тастаймыз, аудиенция лидер деген алып тастаймыз, мессенджер дегенді алып тастаймыз. Тек қана Инстаграм птичка қалдырамыз, астыға түсіп Инстаграм лентаға птичка тұрады, Pinterest птичка тұрады, сол болды. Одан кейін история Инстаграм птичканы тастаймыз. Тек қана біз бұл жерде реклама, яғни лентаға ғана жіберіп жатырмыз. Астыға түсеміз, әлде қарап отырсаңыздар, біздің уже бизнес страницамыз жерде таңдалып тұр. Автоматтың түрде біз оның алдын сабақ қарап болсаңыз, бизнес страницаға жаңағыстар аккаунт жіберіп тастап болады, екеуі бірге шықты. Бұл жерде сіздер жіберіп тастайсыздар. Одан кейін жазылып бір қойып береді. Формат қандай? Одно изображение, видео, монтация, галерея, подборка. Одно изображение, видео тұра берсін, видео саламыз. Астыға түсіп, добавить медиафайл деп осы жерге басамыз. Видео болса видео, фото болса фотоны қоясыз. Добавить медиафайл, видео. Осы жерде, егер сіздердің компьютерлеріңіз видео болатын болса, видео саласыздар, загрузить басасыздар. Одан кейін мысалға лентаға мына видео керек, осы видеоны салатын боламын. Қазір біздің видеоны жүктелетін болады. Енді қараңыздар да, егер де сізде сайт болатын болса, онда мына жерге пока видео жүктелгенше URL сайта деген орынға сайтыңызды қойсаңыз болады. Ал егер де сайт болмайтын болса, онда бұл жерге сіз WhatsApp сілтеме қойсаңыз болады. Мысалы мен WhatsApp сілтеме қоямын. WhatsApp сілтеме аштым. Қосымда болады точка ми 7-724 мысалы ретінде көрсетіп жатыр. Және WhatsApp сілтеме қойдым, адамдар подробно басқан кезде WhatsApp-қа өтетін болады. Пока WhatsApp істегенше, мына жерде енді қараңыздар да, подробнее басып, подосаек, забронировать, сверхсценарий, скачать, получить приложение, неше түрлі. Но бірақ та енді подробнее маңызырақ, подробнее тұра берсін. Подробнее тұра берсін. Яғни адамдар уже подробнее басқан уақытта автоматтың түрде уже істейтін болады. Сіздерге WhatsApp-қа жазатын болады. Мына жерге основной текст деп тұрды. 500 мың. Абс 500 мың. Абс абуды қаласаң видео сабақтарды мысал ретінде жазып жатырмын, сіздер енді өздеріңіз тексттерді жазасыздар деп ойлаймын. Қарасаңыздар, мына жерде уже предпросмотр көрінді. Лентада қалай шығады, интересті қалай шығады деген секілді екеуі көрсетіп тұр. Почти біздің рекламамыз тамамдалды. Почти болды, да? Ең істемейтін жай ғана мына жерге опубликовать басамыз, уже автоматты түрде реклама уже кететін болады. Публикация жүріп жатыр. Примерно сізден рекламаңыз кеткеннен кейін бір сағат, жарты сағат, 2 сағатқа тексереді, рекламаларыңыз кете бастайтын болады. Опубликовать етілді, X басайық та, біз уже шығып компаниямен басамыз. Осы кезде бізде қазір на проверка деп тұр. Яғни жаңағы жіберген тексеріп жатыр. Мына жерден действующий деп тұрған болатын болса, онда сіздердің рекламаңыз кетіп жатыр. Мына жерде тексеріп жатыр. Осылайша сіздер уже таргетинг